9-шы сыныптың 490 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалары тригонометрия бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Есептердің қалай шығарылатынын көрсетейін. Бірінші есеп қосынды түрінде жазыңыз дейді. Яғни бізде көбейтінді берілген, соны қосынды түрінде жазуымыз керек. Ол үшін біз қандай әрекет жасай аламыз? Бізде көбейтіндіні қосындыға түрлендіру формуласын пайдалануымызға болады. Бұл жерде бізде косинус көбейту косинус, яғни мына формула пайдаға жарайды. Косинус альфа көбейтілген косинус беттаны біз 2-ден 1 косинус альфа азайтылған бетта қосу косинус альфа қосылған бетта түрінде жаза аламыз. Енді осыны пайдалану арқылы біз есепті шығарып көрейік. Сонда косинус x плюс 1 көбейтілген косинус x минус 1-іміздің мәні былай түрленеді. 2-ден 1 бірінші азайтындысы x плюс 1-ден x минус 1-ді азайтамыз. Сонда 2 қалады. Қосу, енді қосындысы. X плюс 1-ге x минус 1-ді қосамыз. Сонда 2x шығады. Яғни біз қосынды түрінде түрлендірдік. Есепті толық шығарған болып есептеледі. Келесі. Екінші есеп. Теңдік тура екендігін көрсетуіміз керек. Біз бұл жерде қосындыны көбейтіндіге түрлендірейік. Кез келген екеуін алуға болады. Мысалға, осы екеуін алады, косинус 84 пен косинус 36. Біз қосындыны көбейтіндіге түрлендіру формуласын пайдаланамыз. Ол үшін екі еселенген косинус 84 пен 36-ның қосындысы градустар. Осыны 2-ге бөліп, соны қайтадан косинус 84 азайту 36, яғни айырмасын аламыз. Осыдан азайтамыз косинус 24-ті. 24-ге әзірге тиіспедік. Осы түрлендіруде біз не аламыз? 84-ті 36-ны қоссақ 120, 2-ге бөлсек косинус 60 градус. 84-тен 36-ны азайтайық. Бізде 58 болады. 58-ді 2-ге бөлсек 29 болады. Қырық 8 2-ге бөлеміз 24 болады. Азайтамыз косинус 24 градус. Енді косинус 60-та бізде 2-ден 1-ге тең, 2-мен 2-ден 1-ді қысқартқан кезде косинус 24 азайту косинус 24 қалады. Бұл бізге 0-ді береді. Яғни біз теңдіктің дұрыс екендігін дәлелдедік. Келесі есеп қарайық. Тепе теңдікті дәлелдеуіміз керек. Бұл үшін біз мына формуланы бірінші жазып қояйық шетке, соны пайдаланатын боламыз. Қысқаша көбейту формуласы. А плюс b-ның квадраты, бұл бізде а квадрат қосу 2ab қосу b квадрат екенін білеміз. Осыны пайдалансақ не шығады? Синус квадрат 2 альфа қосу 2 еселенген синус 2 альфа мен синус 2 беттаның көбейтіндісі қосу синус квадрат 2 бетта. Қосу, тура сол сияқты косинустарға пайдаланайық. Косинус квадрат 2 альфа қосу 2 еселенген косинус 2 альфа косинус 2 бетта қосылған косинус квадрат 2 бетта. Тек қана теңдіктің сол жағын ғана түрлендіре берейік. Енді біз осы жерде негізгі формуланы пайдаланамыз. Синус квадрат 2 альфа мен косинус квадрат 2 альфаның қосындысы бірге тең екенін біліп, 1-ді қосайық. Тура солай синус 2 бетта мен косинус квадрат 2 беттанікі, яғни екеуінің қосындысы
бірге тең екенін білеміз. Бұны тағы жазып аламыз. Ары қарай бізде 2 синус 2 альфа синус 2 бета қалып тұр. Яғни біз бұны бүйтіп жазып алайық. Екіні жақсыдан сыртына шығарайық. Сосын бірінші мына косинустарды жазып алсақ. Косинус 2 альфа косинус 2 бета қосу синус 2 альфа синус 2 бета. Енді бізде бұл қай формуланы? Қосу формулаларына ұқсайды. Косинус 2 альфа косинус 2 бета қосу синус 2 альфа синус 2 бета. Бұл дегеніміз бізден мына формулаға келеді. Мына 1 мен 1-дің қосындысын 2 деп жаздық. Одан бөлек мына жерде 2 еселенген косинус 2 альфа минус 2 бета кетті. Енді бұны біз ары қарай қалай түрлендіре бере аламыз? Келесі, бүйтіп 2-ні жазып қояйық та, мына ішіндегі 2-ні жақсыдан сыртына шығарайық. Сонда альфа азайту бета қалады. Енді бізде мынандай формула бар. Ол аргументтің 2 еселеу, яғни 2 еселі аргумент бізде косинус 2 еселеніп тұр. Соны енді былай жазып алсақ. 2 дейміз. Тағы мына 2-ні көшіріп аламын. Косинус мұнда 2 еселі бұрыш болғандықтан біз бұны 2 косинус квадрат альфа азайтылған бета минус 1 деп жаза аламыз. Енді осыны жақсыдан ашатын болсақ, 2 мен 2 көбейтіледі 4 шығады. Косинус квадрат альфа азайту бета шығады. Сосын мұнда 2 бар, мына 2 мен минус 1 көбейтіліп минус 2 болады, сонда 0 шығады. Содан біз мынаған тең екенін дәлелдедік. Үшінші есептің дәлелі осы. Келесі. Енді төртінші есепті қарайық. Синус 75 көбейтілген синус 15 градустардың көбейтілген мәнін табуымыз керек. Бұл жерде біз қайтадан түрлендіру формуласын пайдаланамыз. Бұл жерде көбейтіндіні қосындыға түрлендіру формуласы. Егер де бізде синус болса, біз бұны былайша түрлендіре аламыз. Яғни 2-ден 1. Содан кейін косинус енді 75-тен 15 градусты азайтамыз. Азайту косинус 75-ке 15 градусты қосамыз. Осыда ары қарай не шығады? Жақсы ұмытып кетпейік, жазайық. Косинус 60 градус азайтылған косинус 90 градус. Енді тек мәндерін орындарына қоя салу ғана қалыпты. 2-ден 1, 60 градуста косинусты мәні 2-ден 1, 90 градуста мәні 0-ге тең. Осыдан шығатын мән 4-ден 1. Келесі. Өрнекті ықшамда. Бұл өрнекті біз қалай ықшамдай аламыз? Қайтадан түрлендіру формуланы пайдаланамыз. Дәл қазіргі жағдайда біз қосындыны көбейтіндіге түрлендірген ыңғайырақ болатын сияқты. Яғни косинус минус косинус. Бұл формула бойынша минус 2 синус. Одан кейін мына 2 бұрышты қосамыз. Сосын соны 2-ге бөлеміз. Яғни біз жартысын аламыз керек. Сосын соны синус айырмасын аламыз енді. Пи бөлінген 4 плюс альфа минус пи бөлінген 4. Мұндай жердегі минусымыз плюстан басына асып кетеді. Сонда ары қарай не шығады? Осы қалдыра тұрайық алымын, енді бөлімін көрсетіп. Синус азайту синус. Яғни өзде бұны формула ретінде жазсақ 2 синус. Енді пи бөлінген 4 қосу альфа, қосу пи бөлінген 4 азайту альфа.
бөлу 2 кейін қосыңыз пи бөлінген 4 қосу альфа азайту пи бөлінген 4 қосу альфа қосылды 2-ге бөлуіміз керек. Енді бірден көзге байқалатын нәрселер бар бұл жерде. Әзірге жазып қоямыз, сосын қысқарта саламыз. Пи бөлінген 4-ке пи бөлінген 4-ті қоссақ, пи бөлінген 2 болады, бірақ 2-ге бөлген себепті пи бөлінген 4 қалады. Плюс альфа минус альфа жойылып кетеді. Тура сол сияқты, бірақ үстінде бізде пи бөлінген 4 пен минус пи бөлінген 4 жойылады. 2 альфаны альфаға бөлген кезде тек альфаға кетеді. Бөлімінде тура солай мұнда синус пи бөлінген 4 қалады. Тура жоғарыдағындай бізде косинус альфаға қояды. Енді қысқарту жұмыстарын жүргізгеннен кейін минус синус альфа мен косинус альфаның қатынасы қалды. Ал бұл негізгі теңдеулерді білетін болсақ формулаларды минус тангенс альфаға тең екенін айта аламыз. Ықшамдау арқылы біз мына бастапқы берілген өрнектің минус тангенс альфаға тең екенін көрдік. Барақтарыңызға сәттілік, бұзығыны жақсы тапсырыңыздар.